Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын фисташка бисквиттерін дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеом ұнап жатса лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен барлық қосатын қоспаларымызды бөлме температурасында болғаны дұрыс. Одан кейін формамызды жақсылап дайындап аламыз. Мен 2 формада пісіремін, 18-дік. Сіздерде 20 сантиметрлік форма болса, тек бір формада пісірсеңіздер болады. Осындай фисташка пастамызға сүтімізді, сұйық майымызды және бояғышымыз болса міндетті емес. Болса қосқандарыңыз жақсы, цветі әдемі болып шығады. Осылайдан араластырып алдын ала дайындап аламыз. Міне осылай дайындап қоямыз. Енді жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды, қантымызды салып, аппақ болып көпіріп 2 есе ұлғайғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осылайынан аппақ болып көпіруі тиіс. Енді осының үстіне жаңағы дайындап алған фисташка пастасын саламыз. Жақсылап араластырамыз күрекшенің көмегімен. Оның үстіне ұнымызды, разрыхлителімізді, жүгері крахмалын қосып, жоғарыдан төмен қарай жақсылап араластырамыз. Осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып қойсақ болады. Құрғақ ингредиенттерімізді міндетті түрде осындай електен өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Міне енді дайын болған қамырымызды 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. 2 бөліп пісіремін мен. Бірақ пешке бірге салатын боламын. Піскендігін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Мен бұл видеода осы нелерді бөлгенім түспей қалған. Бірақ ол қатты қиын емес деп ойлаймын сіздер үшін. Корждарымыз міне осындай керемет болып шығады. Оңай жасалуы. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.